Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгін сіздерге бетті жып-жылтыр теп-тегіс аппақ және де сәбидің терісінде жұп-жұмсақ етіп қоятын, бетті керемет тазартатын маска мен бөліскім келіп отыр. Құрғақ кожа болса өте жақсы әсер береді. Ағартады, жұмсартады, қара даққа жақсы көмектеседі. Ол үшін бізге запаренный күріш ұны қажет болады. Оны қалай жасаймыз? Егер күріш ұны бар болса, біраз қасығын алып, оған қайнап тұрған су құямыз көметіндей. Су қанша қалдырамыз. Егер күріш ұны жоқ болса, күрішті кофемолкада мен сияқты жақсылап ұсақтап алып, тура солай қайнап тұрған су құйып қалдырамыз су қанша. Сонда осындай каша сияқты запаренный күріш ұны шығады. Енді осы массамызға бізге жарты шай қасық глицерин қосу керек болады. Глицеринді қосқаннан кейін таза балдан бір жарты шай қасықтай қосамыз. Балға аллергия болатын болса қоспаймыз, оның орнына алоэ гелін қосуға болады. Покупной, яғни базарда сатылатын, косметикаларда сатылатын түрі. Содан кейін ең соңында витамин Е-нің бір капсуласын тесіп қосамыз. Ал тамшы түрінде, яғни май түрінде болатын болса, бір 5-6 тамшы қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Әрине, аллергияға тест жасауды ұмытпаймыз, өйткені составындағы бір зат сізге аллергия беруі мүмкін. Сол үшін мойынға, білекке немесе шынтақ тұсына қойып, жағып 15-20 минут қалдырамыз. Аллергия бар жоғын сол кезде анықтаймыз. Яғни қышып, ашып, қызарып кетсе, бұл маска іске болмайды. Тазартылған бетімізге жағып 15-20 минут ұстағаннан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан өзіңізге ұнайтын креміңізді жағып, ылғалдандырып қоясыздар. Өте керемет әсер береді. Бір жасағаннан өзіңізге байқалады, теріңіз жұмсап, жылтырап, тазарып, ағарып, керемет жұмсап болып қалады. Құрғақтығы кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.